Studio. Мен әкемнің 60 жасында туған екем. Алтыбай бүкіл Телеу баласының әулиесі болатын, бізбен аталас болатын, 120 жасқа келіп қайтыс болған, бірақ үйленбеген, бірыңғай тек қана әулиешілік жолмен өткен кісі. Періште көтеріп кетті ма, жын көтеріп кетті ма, жоқ, үштігейлі жоқ. Екі періште келіп көтеріп алып кетеді. Тұтаған адам сияқты жатқан көрінеді. Әр қайсының бойының ұзындығы 20 қадам. Метрге шыққанда кем дегенде 17 метр болады ғой деп ойлаймын. Өмірінде төрге шықпай кеткен. Адам ата Хауанадан тараған ұрпақ. Одан кейін топырақ апаты болды. Бүкіл 5 материкке бөлініп кетті. Енді содан кейінгі кезең су апаты деп аталады. Су апаты да болып кетті. Біздің өмір сүріп отырған дәуіміз от апатына келе жатырмыз біз. Астағфирулла. Жел апатында өзі бүкіл дүниесінде адамдар түгелдей жоқ болады, тіршілік мүлдем тоқтайды. Бұл дүние, жалған дүние өзінің жұмысын тоқтатады. Әуелі Құдай екінші Алтыбай ата деп, Алтыбай атаны көмекке шақырыпты. Ол кісі қайда жүрсе де естедік. Озған пайғамбар түсінде көріп, маған бала бол, қияметтік, маған қызмет ет, деп өзі шақырып алады. Байғожа батыр деген атақты батырдың қызы екен, жалғыз қыз екен. Содан кейін барып осы сағындық туады деп өзінің көрін өзі қазады. Таудың ұшар басынан қазады. Сонда ол кісіге бару үшін таудың басына шығу керек. Кебіні жатыр, өзі жоқ. Санаттағы әулие 88 мың болады екен. Санаттағы машайық 99 мың болады екен. Бұл адамзат баласына 124 мың пайғамбар, 99 мың машайық, 88 мың әулие келеді деп адам атаға айтылған. Сонда түсіне Мұхаммед пайғамбар кіреді баланы. Таңертең тұрса, бала орыстың тілін мүлдем ұмытып қалған. Сөйлей алмайды. Орыстың баласын егер сүннетке отырғызса, міндетті түрде 25 жыл айдауда кетеді. Бүкіл ұрпағымен, егер сен менсінбесең, онда дүниеден баласыз өтесің. Егер менсініп алатын болсаң, содан бір бала көресің. 99 мың машайықтың біреуі Қожа Ахмет Яссауи деп етеді, бас ашық. Күзім дәулегі 17 жыл бойы сол асатаяқты асып алып, қайда баса сол асатаяқ қолынан түспеген. Баласы орыстан мұсылман болған баласы бар ғой. Сол келе алмайтын ауруларға өзі барады екен. Аллада білім де, ғылым да бәрі де шексіз деген сөз. Adam's Question.